Әмір Темір мемлекеті. Балалар, біз бүгін әлемге аттары әйгілі қолбасшылардың бірі Ақсақ Темірдің өмірі және басқыншылық жорықтары туралы мағлұматтар аламыз. Әмір Темірдің жан түршігерлік қаталдығы туралы аңыздарды бұрын да естігенсіздер. Ал қазір тарихи деректерге мұқият көңіл аударуларыңызды сұраймын. Әмір Темір Моңғолдың түркіленген Барлас тайпасынан шыққан Тарағай бектің баласы. Ол 1336 жыл туған. 1370 жылы Мәуереннахрды басып алып, 1405 жылға дейін 35 жыл билік құрған. Шайқастардың бірінде Темірдің екі саусағы кесіліп, бір аяғы жаншылады. Аяғы өмір бойы сырқырап, ауырып ақсақ болып қалған. Ол Темирлан, дұрысы Темирленг, ленг, парсша ақсақ. Ақсақ Темір атанады. Ақсақ Темір өзі билік құрған жылдары Ақ Орда, Алтын Орда, Моғолстанға қарсы бірнеше жорықтар ұйымдастырады. Ақсақ Темірдің алғашқы басқыншылық жорықтары Ақ Ордадан басталады. Оған сылтау да табыла қалады. Ақ Орда ханы Ұрысқан Алтын Орда астанасы Сарай қаласына қарсы жорығы кезінде өзіне көмектеспеген жошы ұрпағы Түй қожаны жазалайды. Түй қожаның ұлы Тоқтамыс Мәуереннахрға Ақсақ Темірге қашып барады. Ақсақ Темір Тоқтамысқа әскер беріп, Ақ Ордаға қарсы аттандырады. Бірақ Тоқтамыс 1374-1375 жылдардағы ұрыс барысында жеңіліске ұшырайды. Темір Тоқтамысқа әскер беріп қайта аттандырады. Бұл жолғы жорығы да сәтсіз аяқталады. 1375 жылы Ұрысқан Әмір Темірге Тоқтамысты қайтаруды талап еткен елші жібереді. Сонымен қатар ол өз әскерінің Түркістан жеріне жақындап қалғанын хабарлайды. Мұны естіген Әмір Темір Тоқтамысты ертіп, үшінші жорыққа аттанады. Ұрысқан өз әскерімен Сығанақта тоқтаса, Темір әскерімен Отырар маңына орналасады. 3 ай өткенде Ұрысқан кейін қайтып кетеді. Ал Әмір Темір Ұрысқанның ұлы Мәлік оғланның 10.000 әскерін талқандайды. 1376 жылы Ұрысқан қайтыс болады. Артынша оның үлкен ұлы Тоқтақия да қаза болады. Бұл Ақ Орданың жеңілуіне әкеліп соғады. Әмір Темір Тоқтамысты Сауран қаласында таққа отырғызып, өзі кейін Мәуереннахрға қайтады. 1377 жылы Ұрысқанның ұлы Темір Мәлік Сауран түбінде болған шайқаста Тоқтамыс жеңіліс табады. Бұл жолы да Әмір Темір Тоқтамысқа өз әскер басыларын жібереді. Нәтижесінде Тоқтамыс Ақ Орда астанасы Сығанақты басып алады. Тоқтамыс өзін Ақ Орда мемлекетінің билеушісімін деп жариялайды. 1380 жылдан бастап Тоқтамыс Алтын Ордаға қарсы бірнеше жорықтар ұйымдастырып, Сайранды, Қажы-Тарханды, Қырымды, Мамай ордасын басып алады. Осындай табысқа мастанған Тоқтамыс Әмір Темірге бағынудан бас тартады. Енді Алтын Орда үшін Әмір Темір мен Тоқтамыс арасында соғыс басталды. 1391 жылғы ұрыста Әмір Темір әскері Тоқтамыс әскерін талқандайды. Әмір Темір 1395 жылғы Тоқтамысқа қарсы екінші жорығы нәтижесінде Кавказ тауының солтүстігіндегі Терек өзені бойындағы шайқаста Тоқтамысты күйрете жеңеді. Бұл жолы ол Алтын Орданың астанасы Сарай Беркеге басып кіріп, қаланы тонап, халқын құлдыққа айдайды. Әмір Темір 1371-1372 жылдары Моғолстанға әскер аттандырады. 1371-1390 жылдар аралығында ол Моғолстанға қарсы бірнеше жорық ұйымдастырады. 1377 жылы Моғолстан билеушісі Қамар ад-Дин 2 рет Темір әскерінен талқандалды. Моғол әскеріне қарсы мұндай соққы 1383 жылы тағы қайталанды. Ақсақ Темірдің 1389 жылғы Моғолстанның жаңа билеушісі Қызыр қожаның тұсындағы жорығы тіпті жойқын болды. Шығыс деректері Қызыр қожада патшалық та мүлік те қалмады деп жазды.
Бұл Мәуереннахр билеушісінің соңғы жорықтары болатын, және ол Қызыр қожаның вассалдық қатынастарды мойындауымен аяқталды. Темір билік биігіне өрлегенде мұсылман дініне сүйенді. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің мазарын салдырған да соның өзі. Ақсақ Темір өзі әмірші болған 35 жыл ішінде 1370-1405 жылдар аралығы басқыншылық, тонаушылық соғыстары нәтижесінде Моғолстан, Ағорда, Хорезм, Каспий өңір аймақтары, Иран, Ирак, Әзербайжан, Грузия, Армения, Ауғанстан, Үндістан, Египет, Бағдат, Сирия енген орасан зор империя құрды. 14 ғасырдың соңына қарай Азия мен Еуропа құрлығының едәуір бөлігін жаулап алған Әмір Темір құрған орасан зор мемлекет, ол өлгеннен кейін бір жола күйреді.